Сәлеметсіздер ме достар? Қазір біз өте жеңіл әрі оңай тез арада пицца жасап үйренеміз. Енді біз қамырын даярлаймыз. Ол үшін жаңағы суретте көрсетілген рецепті бойынша суға 500 грамм ұнымызды, дрожжи, күнбағыс майын, тұз және қантымызды қосып, қамырымызды үйлеп аламыз. Одан кейін салмасына огурцы, помидор, пісірілген тауықтың етін турап даярлаймыз. Және кетчуп пен майонезді араластырып, жайған ұнымыздың үстіне жағып шығамыз. Үстіне сырымызды тұйырқылаймыз. Және де осылай духовка 180 градусқа 25-30 минутқа қоямыз. Одан кейін біздің пиццамыз дайын болады. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.